Күдік. Жымия қарайды міне тағы маған. Ауылдан шыққан, жетіскен білімім жоқ, алып бара жатқан түрім де жоқ. Көрмегенсемін қайта, түк сезбегендей. Бөлім басшысы, көрікті, мінезі келіскен, шыққан отбасыда жақсы көрінеді. Мені қайтсын. Жақсы адам, бәріне сөйтетін болар. Неге екені соңғы бірнеше апта жұмыста қыл үстінде жүргендеймін. Еркін тыныстау жоқ, ашылып сөйлеу жоқ. Бұрынғы бөлімімнен жылжығаныма өкініп кетемін. Нем бар еді келісіп, неге өйтетінімді бірақ өзім де ұға алар емеспін. Жымиып күлгенде тұрған не бар? Әйтсе де ол жаққа бұрылып қарай алар емеспін. Оның менде ойы бар сияқты деген арам ойымды біліп қойып, ұятқа қаламын ба деп қорқамын. Сол үшін өзімді ол барда барынша салмақты ұстауға тырысам. Сонымның өзі бірақ күдікті көрінетін сияқты. Себепсізден себепсіз қатайғанда біртүрлі ғой. Болды деймін өзіме, азанда жұмысқа бара жатып. Бойымды еркін ұстап, бүгіннен бастап түк болмағандай жүрім. Көрісе қалсақ, амандасып қасынан өте шығам. Мұның еш қиындығы жоқ. Қолымнан келеді деп өзімді жігерлендіріп жатыр ем. Көз алдымда ашылған лифтке өзге емес, соның өзі тұр екен. Сенімім шытынап кеткендей абдырап қалдым. Көтерілемсіз, деді ол әдеттегідей жымиып. Жоқ, дедім. Әлі де оны мен оңаша бір лифтте кіруге дайын емес екенімді түсініп. Жүре беріңіз, мен төмен түсем. Соны естіген оның жүзіне күлкі үйіріліп, көлік тұрағына түсемсіз деп сұрады. Иә, дедім міз бақпай. Әдетте кіріп үлгіргенше тұмсығыңды қысып қалатын құрғыр лифт бұл жолы мазақ еткенде зорға жабылды. Сол кезде ғана дедім. Ал енді қайттым. Тұла бойымда діріл бар, бетім өрт. Дәліз бойымен ойымды жинақтай алмай әрлі-берлі жүрмін. Не істеуім керек? Қайдан ғана тура осы уақытта келе қалдым екен десеңші. Егер ол бәрін түсініп қойған болса ше? Тоқтай тұршы. Нені түсінуі керек? Ода көңілім болса бір сәрі, барсыншары, түк болмағандай жүре берем. Әйтсе де офиске көлік тұрағындағы шаруаны бітірген соң, бірақ көтерілгендей боп, уақыт өткізіп оралдым. Ішке кірген мені ол бұрынғыдай жымия емес, күліп тұрғандай қарсы алды. Мазақ етіп жүргеніне сонда көзім анық жеткендей болды. Аузын ашқан байқұстың дәмесінің зорын қара дейтін болар, құлазып кеттім. Бірден өз орныма барып сартылдатып кірсе, қаттарды іріктей бастадым. Оны бітірісімен гүлдерге су құйып, терезенің алдындағы шаңды сүртіп шықтым. Әрбірден кейін бұл мекемеге жұмыс істеп, жалақымды алу үшін ғана кеп жүрмін. Өзгелер секілді ойын ойнайтын уақытым жоқ. Міне, бұрқыратып кешеден қалған қағаздардың көшірмесін жасап жатырмын. Ешкіммен шаруам жоқ. Міндетім бастан асады. Мадина, деді кенет таныс дауыс, дәл құлағымның түбінен. Селк ете түсіп бұрылдым. Шошытып жібердім бе? Кешіріңізші, дейді мейірлене. Сөйтсе, алдында тұрған жанды қорғансыз ететінін жақсы білетін шығар. Қаншалықты тартымды екенін де біледі бәле. Сонысымен қанша қызды қырығына түсіргенін кім білсін. Бәлкім, мен қаланың қызындай пысық болмаған соң оңай олжа көретін болар. Мына құжаттарды да басып бересіз бе? Қазіргі жиналысқа қажет деп, басымда лек-легімен сапырылып жатқан ойды бөлді. Ұсынған қағаздарын қолымнан жұлып алғандай болды ма? Үн-түнсіз іске кірістім. Сөйтсем, мұның кететін ойы жоқ. Аз қағаз емес, 5-10 минуттық жұмыс. Соның бәрінде жанымда тұрмақ па? Сынап тұрмақшы ғой. Не ойлап тұрғанын кім білсін? Қырсыққанда басымды 2-3 күн жумап ем, соны байқап қалмас екен деп, қағазымды ауыстырған сайын қолымды шашыма апарамын. Оған қарау тіпті ойымда жоқ. Сабырлымын. Бәрібір маған, бәрібір. Тұрса тұра берсін. Маған бәрібір. Терлеп бара жатқан сияқтымын. Жетпегені енді сол еді. Мені ұнатпайтын сияқтысыз дегені бар емес пе? Жүрегім тарсылдап кетті. Аузыма тәуір сөз түспей,
Жоқ, олай емес деп міңгірлеппін. Сонда ұнатасыз ба? Сол кезде шығар жан-жағымдағы қабырғалар ығыса түскендей тұла бойымды қысып, ішімнің бүріп кеткені. Тез, не деуім керек? Мазағына айналмас үшін не деп жауап беруім керек? Санамда сан түрлі ой арлы-берлі көкпарға шыққандай сабылып жатты. Соның қайсысына жармасарымды білмедім. Тоқтата да алар емеспін. Ақымақ емеспін. Мен ақымақ емеспін. Өз деңгейімді білем. Ал мен сізді ұнатам дейді. Сөйтсем бұл айналасына қарап алған соң бәсең үнмен: мені ме дегенімді өзімде ұқпай қалдым. Менде егер шынымен көңіл бұруы мүмкін бе? Тіпті осы офистің өзін алып қарасақ, менен 100 есе артық қыздар толып жүр емес пе? Иә, сізді неге деп аңтарылып қалғаным сонша, оның құжаттардың дайын болған көшірмесін сұрап, қол созып тұрғанын аңғармаппын. Құжаттарды алуыма болады ма деген соң жылы үнмен сұндым. Соларды тіл қатпай алған ол әлде бір сырлы кейіппен жымиды да кете барды. Өртпен ойнап жүргенімді тағы бір ұқтым. Мен ол үшін ермекпін. Күлкі қып жүр ол мені. Қаласа болды, уысына оп-оңай түседі деп ойлайды. Және ең сорақысы, мен де соған сенетін сияқтымын. Егер осы бетінен қайтпаса, бауыр басып кететін түрім бар. Қазірдің өзінде сөйттім бе деп қорқамын. Қарасы ұнайды, күлкісі де. Ал ертең ойыны қанғанда қайтпекпін. Жүрегімді не істеймін? Жұмысым ше. Оның бұл мекемеде өз орны бар. Ешкім оны баса алмас. Ал барып кел, шауып келге адам қашанда табылады. Шошып кеттім. Сол себепті сөмкемді алдым да жоғарғы қабаттағы басшылыққа барып, қайтадан кіші филиалға ауыстыруын сұрадым. Себебін айтқам жоқ. Жай ғана сол жақта жұмыс істегім келетінін қайталай бердім. Даусым дірілдеп, көзіме жас та алдым. Содан көнді. Енді міне сезімді қытықтап, жүректі шымырлатпайтын бұрынғы жұмысыма қайтып барамын. Ешкімге қош дегем жоқ, жай кете бердім. Өз қалауым осы. Себебі ол жақтағылар менің орнымды біледі, жалған күліп, сезімі бардай қарамайды. Арада бір апта өткен. Жұмыстамын. Бәрі жақсы. Бастысы көңіл тыныш, елеңдеу жоқ, аласыру да. Отырмын. Жалғыз отырмын. Күллі әлемде жалғыз сияқтымын. Неліктен? Атша тулауды ұмытқан жүрек соңғы күндері сазып тұратынды шығарды. Кінәрдама, өкініш пе, әйтеуір өксік боп тамағыма келе береді. Терең тыныстап кейде су ішіп басамын. Уақытша ғой, иә? Уақытша. Уақыт емдейді. Дұрыс істедім. Сөйткенім жөн болды. Кешіксем, бұдан зорықсын көререм. Мәдина деп саңқ етті бір кезде бастығым. Сізге не көрінген? Жалақыны қалай жұмыс жасайтынымызға қарап отырғаныңыз үшін алмақсыз ба? Хаттарға кім жауап береді? Асханада шай біткелі міне нешінші күн? Әлде бас офисте бір айдай жұмыс істеп келіп едіңіз? Бұл сіздің міндетіңізден шығып кетті ме? Кешіріңізші Айгүл Қайратовна. Хаттарға жауап беруді бастағалы жатырмын деймін орнымнан атып тұрып. Дұрыс, осылай ұрсып қойғаны дұрыс. Ойым бөлінеді, ұрса берсін. Хат емес, бірінші шай сатып әкеліңіз. Басым сынып барады. Дүкенге жүгіріп барамын. Офисіміздің бір қызық жері, біреу ұрыс естіп жатса, өзгелері тұс-тұстан соған мысқылдай қарап отырады. Себебі олар бөлек. Мендей ақымақ емес, қорқақ емес, бағын сынап көріп, арманға қарсы жүруден қорықпайды, қашпайды. Жолдан өте бергенім сол еді. Бірінші үздіксіз бейпілдей, артынша шиқылдай кеп жаныма жеңіл көлік тоқтады. Жүрегім тас төбеме шығып, сілейіп тұрып қалдым. Ішінен атып шыққан жас жігіт: көзің соқырма, өле жаздадың ғой, осылай өздерің дөңгелектің астына секіресіңдер де артынан жүргізушіні кінәлап шығасыңдар деп ақырып жатты. Жүрегім ауырып кетті. Жай
Жүрегім ауырып кетті. Бұрылдым да жылап кете бардым. Көзбен ғана емес, ар жақтан тереңнен жаныммен еңіреп жылап келем. Көліктен шошып кеткенім үшін, бастығым ұрсып, оған мынау қосылғаны үшін, сол үшін жылап келем. Таңда автобусқа сыймай қалғаным бар. Пәтер ақысын төлейтін уақытта жақындады. Күнде ыстық, соның бәрі бір кезге жиналып қалған соң төзбей кеттім. Сол үшін осылай ақтарылып, жылай бергім келеді. Жанымнан аң-таң боп өтіп жатқандарға да қарамадым, солқылдай бердім. Кеудемдегі зіл кетіп, бойым біраз жеңілдеді. Артық ойдан арылып, санамда тазарып қалғандай. Деп демімді ішке тартқан сайын, өкпемнің бар екенін, тірі екенімді анық сеземін. Ұзақтау бөгелдім. Дүкеннен шаймен бірге мұздай су алып, бетімді шайдым. Бірақ одан өңім кіре қойсын ба? Жылағаным көрініп тұр. Сонда да амалсыз кері оралдым. Тағы ұрыс естірмекем деген оймен лифтті шақыра бергенім сол еді, іштен соның өзі шыға келді. Қалайша, оның бұл жерде болуы мүмкін бе? Осылай алдымнан шыға келуі мүмкін бе? Енді қайтпекпін. Жылағанбысыз, деді ол. Әй шай жоқ. Жоқ, дедім, бетімнің ісіп кеткені есіме түсіп, жанарымды алып қашып. Аллергия. Сенбегендей көрімді. Көз алмай қарап тұр. Таныс сезім. Тұла бойымды шымырлатар таныс сезім. Жүзіне қарай алғам жоқ. Сау болыңыз, дедім кетпек болып. Расында кетіп бара жатыр ем, міне қайта кетіп қалғандай едім. Сау болыңыз, дедім кетпек болып. Расында кетіп бара жатыр ем, міне қайта кетіп қалғандай да едім. Қашып барамысыз, деп тоқтатты ол мені. Сонда ғана көзімді көтердім де, еш қаймықпай көзіне тіке қарап тұрып, өтінем, менімен ойнамаңызшы, дедім ақырын ғана. Одан кейінде көзімді тайдырғам жоқ, жасқанғам жоқ. Өлсем де айтып өлген жөн, дедім. Бір ауыз сөз айтпай кетіп қалуыңыздың себебі осы ма? Ойнап жүр деймісіз, деген оның үні мен қарасында өкпе бар еді. Не дей алам мұндайда? Үндемей қайта төмен қарадым. Онымды иә деп қабыл алдау деймін. Ойнағам жоқ, деді де маңдайымнан сипады. Алақаны сондай ыстық болатын. Мен қайта жыладым. Оны сағынғаным үшін жүрегімді тым әлпештеп, қашып кеткенім үшін жыладым. Онсыз өткізген сұп-сұр бір апта үшін жыладым. Ол мені құшағына тартқанда, сол үшін қашпадым. Кеудесіне басымды бүркедім де, жартылай бітіп қалған мұрныммен, шамам жеткенше терең тыныстап, әтірінің иісін иіскедім. Сенгім келді. Ойын емес, сезім екеніне сенгім келді. Ал олай болмаса ше, алдаса ше, ұзаққа бармаса ше, мейлі, уақытында оны да көрермін. Бүгін жай ғана осылай болғанын қалаймын.